Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира. Бүгінгі видеомыз кір жуғыш машинасының тазалығы туралы айтылатын болады, және де оның ұзақ қызмет етуіне қандай күтім қажет екенін айтып беретін боламын. Және де кір жуғыш машинасының сасық иістен, көгергеннен және де қақтан қалай арылу керек екенін толығымен түсіндіріп айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің бұл кір жуғыш машинамның жұмыс жасап тұрғанына 8 жылдай уақыт болып қалды, және де мен оны күнделікті қосамын. Кішкентай балаларым болғандықтан кей кездері 2 рет, 3 рет қосқан кездерімде болған. Ал енді кір жуғыш машинамыздың тазалығын бастаймыз. Бізге осындай өлшеуіш ыдыс қажет, және де ас содасы, және де 70% сірке суы, ыдыс жуатын губка және майлық қажет болады. Ең алдымен осындай ыдысымызға 2 ас қасық ас содасын салып, үстіне сірке суын құятын боламыз. Видеоның астына өлшемдерін толығымен жазып кететін боламын. Ал енді сірке суын 100 мг-дай құятын боламыз. Сірке суын құйғанда ақырындап құюды ұмытпаңыз, өйткені ас содасы мен сірке суы қатты реакция беріп, қатты көпіріп, тасып кетуі мүмкін. Сол себептен осындай ақырындап жай-жаймен құятын боламыз, және де құйып болғаннан кейін толығымен қасығымызбен араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін ас содасының шамалы ерігенін және де реакцияның шамалы басылғанын күтетін боламыз. Содан соң осы кір жуғыш машинаның порошок салатын орнына осы сұйықтықты құятын боламыз. Құйып болғаннан кейін ыдысымызға тағы да аз ғана су құйып, шайқап, қайтадан құйып жіберетін боламыз. Содан соң жаңа қалған сірке суының шамамен 50 мг сірке суы қалған болатын. Осыны кір жуғыш машинамыздың барабанына құйып жіберетін боламыз. Содан соң кір жуғыш машинамыздың есігін жауып, кір жуғыш машинаның барынша ыстық температурада жуатын режимге қойып, менде осындай 60 деп тұр, осыны қосамыз да кір жуғыш машинамызды қосып, шамамен менде 1 сағат 15 минуттай айналды. Ішіне ешқандай зат салмай, осы бос кір жуғыш машинаны осылай жуып алатын боламыз. Кір жуғыш машинамыз өзін-өзі жуып болғаннан кейін шамамен менде 1 сағаттан аса уақыт жуылды, және де осылай тоқтағаннан кейін ішін ашып көріп, артық қалған содалары болса, ыдыс жуатын губкамен жақсылап сүртіп алатын боламыз. Және де оның барлығын сүртіп болғаннан кейін майлықпен тағы да жақсылап майлықты жуып сүртетін боламыз. Құрғақ губкамен барабанын толық сүртіп болғаннан кейін кір жуғыш машинаның осындай резинасын, ішін, ортасын, жасырылған жерлерінің барлығын губкамен сүртетін боламыз. Оны болғаннан кейін тіс щеткасымен қолымыз жетпейтін жерлерін жақсылап осы тазалап, сулап сүртетін боламыз. Оның барлығын болғаннан кейін осы майлығымызды суға жуып алып, немесе ыдыс жуатын құралды пайдаланып, кір жуғыш машинамыздың сыртқы жағын, осында есігін, айнасын барлығын осы майлықпен тазалап, қақтарын кетіріп, жуып шығатын боламыз. Кір жуғыш машинаның ең көп кір болатын жері оның есігі, дәлірек айтқанда оның ұстайтын жері, ручкасы үнемі ашылып, жабылғаннан кейін, адамның қолы тигеннен кейін түрлі вирустар, инфекциялар жұғуы мүмкін. Оны әр кір жуғаннан кейін жуып тұрсаңыз, ешқандай кір болмайды, таза болып тұрады кір жуғыш машинаңыз, және де ешқандай инфекция, вирустар жұқпайтын болады.
Видеода байқағандарыңыздай, менің кір жуғыш машинамның кейбір жерлерін тот басқан. Бұл машинаны пайдаланып жүргеніме шамамен 8 жылдай уақыт болды. Үздіксіз тоқтатпай пайдаланамын. Кішкене балаларым болғандықтан кейде күніне 2 мәрте, 3 мәрте қосатын кездерімде болған. Және де күйеуімнің машина жөндеп келген майлы кір киімдерін осы кір жуғыш машинада жуатын боламын. Және де оны жуып болғаннан кейін осы әдісті пайдаланып кір жуғыш машинамды тазартып аламын. Жаңа айтқанымдай үздіксіз пайдаланатын болғандықтан бұл кір жуғыш машинаны мен 1 айда немесе 2 айда осы әдіспен жуып тұрамын, тазартып тұрамын. Ал егер сіз кір жуғыш машинаңызды аптасына 2 рет кемінде 1 рет пайдаланатын болсаңыз, бұл әдісті 6 айда 1 рет қайталап осылай жуып тұруыңызға болады. Келесі біздің кір жуғыш машинамыздың төменгі жағында осындай фильтр деген жері болады. Соны тазалайтын боламыз. Жаңадан шыққан кір жуғыш машиналардың ашылғанда осындай кішкене шлангысы болады. Оны шлангының басында бұралып ашылатын жері болады. Оны ашсаңыз суы ағып кетеді. Оны суын ағызып осындай бұралып ашылатын жері болады. Оны ашып тазалау керек. Және де менде осындай кішкене шеге шықты, осындай мусорлар шығады. Және де оның ішін осындай ылғалды майлықпен тазалап, жуып аламыз. Қолымыз жеткен жерін, қолымыз жетпеген жерін тіс щеткасымен тазалап, жуып шығатын боламыз. Менің кір жуғыш машинам ескі болғандықтан менде фильтр осындай қап-қара болып кеткен. Негізі жаңадан алғаннан бастап таза ұстайтын болсаңыз, тазалап тұратын болсаңыз, фильтр ондай қап-қара болмау керек, аппақ болып тұру керек. Мен кір жуғыш машинамның басында қалай жуу керек екенін, тазалау керек екенін мүлдем білмегенмін де, кейіннен осы 5 жылдан кейін тазартып тұратын болдым тұрақты. Фильтрдің қақпағын, яғни осындай бұралып жабылатын жерін суға, ағып тұрған суға тіс щеткасымен тазартып жуып алдым да қайтадан орнына салып бұрап қойдым. Егер қажет болса сірке суымен жақсылап жуып алсаңыз болады. Енді кір жуғыш машинамыздың беткі жағына көшеміз. Осындай бұрыш-бұрышты жерлерін, қарайған жерлерін осындай майлықпен, тырнағымызбен тазартып шығатын боламыз. Кір жуғыш машинаның порошок салатын жерін лоток деп айтады. Бұл лотокты тек қана майлықпен, осылай сулы майлықпен сүртіп шығатын боламыз. Жай ғана келесі жолы осы лотокты тап-таза аппақ етіп сүртудің жолымен бөлісетін боламын. Ендеше менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Енді барлығын сүртіп тазартып болғаннан кейін жай ғана кір жуғыш машинаның полоскания деген жерін қойып, осында режимін қойып, кір жуғыш машинамызды жай ғана сумен, артық содасын, сірке суын барлығынан тазарту үшін жай ғана сумен жуып шығатын болады өзін-өзі. Ешқандай қоспасыз салқын сумен өзін-өзі шайып шығады. Шамамен 15-20 минутта өзін-өзі жуып шыққаннан кейін кір жуғыш машинамызды өшіретін боламыз. Және де артық суынан кептіру үшін майлықпен сүртіп шығатын боламыз. Және де кір жуғыш машинамыздың есігін ашып, кептіріп қоятын боламыз. Осымен барлық жұмысымыз бітті. Кір жуғыш машинамыз тап-таза болды. Менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бұл видео барлығыңызға пайдалы болды деген ойдамын. Осы лайфхакты пайдаланып отыратын болсаңыз, кір жуғыш машинаңыз сізге рахмет айтатын болады және де ұзағынан қызмет ететін болады.